Сәлем достар, бүгін сіздермен біз фунчуза салатын қалай жасалуын көрсететін боламыз. Менің рецептімен жасап көргіңіз келсе, менің видеомды соңына дейін қарап шығып, сіз де жасап көріңіз. Ол үшін бізге ет қажет, бұрыштар, сәбіз, қияр, сарымсақ және фунчузаның наны керек болады. Ең алдымен етімізді жұқалап турап аламыз. Солонка ұзын шалау етіп турап шығамыз барлығын. Мен сиырдың етін қолдандым. Тауықтың еті, қойдың еті болса да бола береді. Пиязымызды осылай турап алдық. Бұрыштарымыздың барлығын осылай жіңішкелеп турап шығамыз. Жіңішкелеп тураған кезде салатыңыз дәмдірек, түрі әдемі болып шығады. Кейін сәбізімізді де майдалап жіңішкелеп тураймыз. Теркадан өткізсеңіздер де болады. Достар, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Кейбір қыз-келіншектер бұл салатты жасап көрмеген болуы мүмкін. Сондай қыз-келіншектерге көмек ретінде салып жатырмын. Осылай қиярларымызды да майдалап турап дайындап қоямыз. Қиярымызды бәрі болғаннан кейін, піскеннен кейін саламыз. Майымызды қыздырып, етімізді салып аламыз. Жақсылап қуырамыз, араластырып тұрамыз. Кейін соя соусын құятын боламыз. 3 қасықтай үлкен қасықпен солай құятын боламыз. Соя соус дәмін береді, түсі әдемі болады және де еттің жұмсаруына көмектеседі. Кейін пиязымызды саламыз. Кезек-кезек осылай салып отырамыз. 5-3 минуттан араластырып, сәбізімізді саламыз. Сәбізіміз мен етіміз піскенше жақсылап қуырылу керек. Ол дәмдеуштерімізді саламыз. Еттің тұзы болмаса, тұзына қарай, дәміне қарай тұзын саластыр. Ашты қызыл бұрыш қостым, дәмдеуштер қостым. Кейін сәбізі пістау деген кезде, еті сәбізі пістау деген кезде бері сала береміз. Оға дейін біз қамырын дайындап аламыз. Ыстық қайнап тұрған суға қамырды салып, батырып, бетін жауып қойып қоямыз 10-15 минутқа. Арасында тексеріп, араластырып тұру керек. Қатты пісіп кетсе және дұрыс піспей қалса, салаттың қамыры дұрыс шықпай қалады. Сол үшін қарап тұрасыздар. Мінекей дайын болды. Мен суын сырқып, мұздай суға бір шайқап алдым. Суын әбден сырқу қажет, құрғақ болғанша. Және подлебімізді салдық осылай. Және қияр мен сарымсақты да саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша укроп, петрушка салсаңыздар да болады. Ол да ерекше дәм береді. Жақсылап араластырамыз. Барлығы біріккенше араластырып шығасыздар. Кейін тоңазытқышқа 2 сағатқа қойсаңыздар, дәмі сіңіп, әдемі болып шығады. Тұзы барлығы дәмі сіңіп шығады. Осылай араластырып, жақсылап араластырасыздар. Мінекей біздің салатымыз осылай дайын болды. Тез-ақ дайын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді салат. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Маған лайк басып, комментарий қалдыруды және де подписка жасауды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттер түсіретін боламын.